Кәлима тайиба 12. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям ең бірінші тозоқтон жүрегінде бір дана арпаның салмағынчалық жақшылық, иман болып, «Ла илаха иллаллах» келмесін айтқан пенде шығады. Андан соң жүрегінде бір дана буыдайдың салмағынчалық жақшылық, иман болып, «Ла илаха иллаллах» келмесін айтқан пенде шығады. Андан кейін жүрегінде қыпынчалық жақшылық болып, «Ла илаха иллаллах» келмесін айтқан пенде шығады, деді. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям ең бірінші тозоқтон жүрегінде бір дана арпаның салмағынчалық жақшылық, иман болып, «Ла илаха иллаллах» келмесін айтқан пенде шығады. Андан соң жүрегінде бір дана буыдайдың салмағынчалық жақшылық, иман болып, «Ла илаха иллаллах» келмесін айтқан пенде шығады. Андан кейін жүрегінде қыпынчалық жақшылық болып, «Ла илаха иллаллах» келмесін айтқан пенде шығады, деді. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям ең бірінші тозоқтон жүрегінде бір дана арпаның салмағынчалық жақшылық, иман болып, «Ла илаха иллаллах» келмесін айтқан пенде шығады. Андан соң жүрегінде бір дана буыдайдың салмағынчалық жақшылық, иман болып, «Ла илаха иллаллах» келмесін айтқан пенде шығады. Андан кейін жүрегінде қыпынчалық жақшылық болып, «Ла илаха иллаллах» келмесін айтқан пенде шығады, деді. Бухари.